Сәлем баршаға. Бүгінгі сабақта бала басын қашан көтеру қажет және де қалай көмектесеміз, сол жайлы түсіндіретін боламын. Каналға тіркеліп, лайк, комментарий қалдыра кетіңіздер. Жалпы әр баланың дамуы әртүрлі болып келеді. Кейбір балаларда 1-2 апта ертерек, ал кейбіреуінде кештеу байқалып жатады. Негізінен бала, білесіздер, туған кезде басы былқылдап тұрады, яғни мойны меңгере алмайды. Бұл 1 айына таман қалыптаса бастауы мүмкін. Ал жаңа туған баланың басын бірден көтеріп алуы және де артқа лақтыруы бұл тонусының жоғары екенін білдіреді. Бала ішпен жатқан кезде басын жоғары көтеріп, бұлшық еттері тартқандықтан қатты шырылдап жылайды, басын кері түсіре алмайды. Бұл жаңа айтқандай гипертонус салдарынан болып келеді. Ал 1 айлық бала басын бірнеше секунд ұстап, 1,5 айында 40 секундқа дейін жетуі мүмкін. Ал 2 айында бірнеше минутқа дейін басын көтеріп, жан-жағындағы заттарға зер салып қарайды. 3 айында 7 минут, 10 минут, тіпті кейбір балалар басын осы кезде нық сенімді ұстай бастайды. Кейбіреулерінде бұл 4 айға дейін созылуы мүмкін. Алайда бала 3 айдан асып, басын 5-7 минуттан артық ұстай алмаса, міндетті түрде дәрігерге қаралу қажет. Оның ішінде педиатр дәрігер, невропатолог кеңесінен өту керек. Кейбір жағдайларда тіпті мойын омыртқасының МРТ тексерулері және де басқа да зерттеулер тағайындалуы мүмкін. Ал бала басын не үшін кеш ұстауы мүмкін? Бірінші себебі ол жүйке жүйесіне қатысты қандай да бір патологиялар, нейроинфекциялар, кей жағдайларда церебральды паралич, яғни ДСП салдарында бала басын жай көтереді, немесе мүлде көтере алмауы мүмкін. Екінші, гипотонус, бұлшық еттерінің бостауы. Бұл кезде міндетті түрде 3-4 курс массаж алу қажет, электрофорез қажет болады, сондай-ақ түрлі жаттығуларды үнемі жасау қажет болады. Келесі ол баланың салмағының аз болуы, денесін басқара алмауы. Келесі баланың мерзімінен ерте туылуы, яғни шала туылуы. Бұл кезде шала туылған балалар көптеген навыктарды мерзімінен кеш жасайтын болады, әрине туылу уақытына қарай. Және тағы бір себеп ол түрлі травма. Травма іште жатқан кезде болуы мүмкін, босану кезінде, сондай-ақ бала дүниеге келгеннен кейін дұрыс көтермеу, түрлі жарақаттар құлатып алу салдарынан басына, соның ішінде мойын омыртқасына қандай да бір зиян келген кезде бала басын көтере алмауы мүмкін. Сондықтан міндетті түрде ешқандай артық жаттығулар жасамаймыз, баланы мұқият көтереміз және де құлап кетуден үнемі сақтаңыз. Келесі видеода баланың басын көтеруге көмектесетін жаттығу түрін қалдырдым. Видеоны толық қарап, каналға тіркеле кетіңіз. Егер де балаңызда бәрі жақсы, ешқандай диагноз болмаса, қарапайым үй жағдайында басын ұстауды қалай үйретсек болады? Ол үшін валик қою әдісін қолданамыз. Осылай педиумкадан валик жасап алсаңыздар болады. Өте жуан емес, 7-8 см жеткілікті. Ол валикті баланың кеуде тұсына қоямыз. Өте жоғары, төмен болмауы қажет. Егер де іш аймағына қоятын болсаңыздар, онда балаға ауырсынып, және де ешқандай әсері болмауы мүмкін. Керісінше аударамыз. Бұл видеода бала басын нық ұстап тұр, 3 айдан асқан. Кеуде аймағына қоямыз қазір валигімізді. Бала тура қарау қажет. Ол үшін алдыңғы жағына кез келген ойыншық бірден қойсаңыздар болады. Баланы қызықтыратындай. Осылай күнделікті қайталап отырсаңыздар, баланың басын тезірек нық ұстауына әсерін береді. Ұзақтарға әрі қалай 5 минут, 10 минут бала қаншалықты шыдап тұрады, жыламайды, соған қарай күнделікті уақытын көбейтіп отырсаңыздар болады.